Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздердің назарларыңызға және бір жаңа жылдық дастарханға шырша пішінде етті пирогтың рецептімен бөлісемін, және де үй жағдайында бүйрек, яғни лаваштан жасалынатын бүйректің рецептімен бөлісемін. Қабыл алыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен өткізілген етімізді қуырып аламыз. Табамызға майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Етіміздің үстіне майдалап туралған пиязымызды саламыз. Одан соң дәміне қарай тұзымызды салып, біркелкі қып қуырып аламыз. Толықтай пісіріп алу қажет емес, себебі духовкада қамырымызбен бірге толықтай пісіп шығады. Қуырып болғанымыздан соң бөлек ыдысқа салып суытып қоямыз. Одан соң қамырымызды жайып аламыз. Менікі дүкеннің қатпарлы қамыры. Осындай қамырдан 2 қамыр пайдаландым. Екеуін де толықтай оқтаудың көмегімен жайып алдым. Қамырымды толықтай жайып болған соң, табамызға пергамент қағазын қойып, және одан соң қамырымды қойып алдым да, осы жерде шыршаның формасын жасадым. Қуырылған етімізді салып аламыз толықтай барлығын. Шырша пішіндес қылып толықтай жайып алдым. Енді екінші қамырымызды үстінен қойып шығамыз да, шеттерін барлығын толықтай басып шығамыз. Енді пышақтың көмегімен артық жерлерін кесіп алып тастадым. Толықтай шеттерін кесіп алып тастағандан соң, тағы бір рет қолымызбен шеттерін жақсылап басып шығамыз. Енді осылай екі шетінен кесіп аламыз. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін, ерекше дәмді болып шығады. Осылай екі шетін кесіп болғанымыздан соң, осылай қолымыздың көмегімен айналдырып аламыз. Ерекше әдемі болып шығу үшін. Видеода көрсетілгенде қылып жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Осылай форма көрсетілгенде қылып шет-шеттерін айналдырып шыққанымыздан соң, духовкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз, және де шыршамыздың ойыншығы есебінде артылған қамырдан домалақ игрушка, яғни ойыншық секілді осындай домалақ пішіндес формалар жасаймыз, және де бір жұмыртқаның сарысымен толықтай жағып шығамыз. Жағып болғанымыздан соң духовкамызға 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді екінші лавашымызды осындай домалақ төртке бөліп аламыз видеода көрсетілгенде. Және бір рет ортасынан бөлеміз. Осылайша барлығын осылай кесіп дайындап аламыз. Енді бізге керегі лаваш және де 2 жұмыртқа, көк шөп және де сыр қажет болады. Сырымызды өткізіп аламыз. Одан соң жұмыртқамызды да теркадан, яғни үккіштен өткізіп аламыз. Укропымызды да майдалап турап саламыз. Одан соң үстіне майонезімізді құйып шамамен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, лавашымызды осылай үшбұрышты қылып, жоғарғы жағына үшбұрышты жағын келтіріп, орап, видеода көрсетілгенде орап аламыз.
Осылайша барлығын орап дайындап аламыз. Дәмі өте керемет, ерекше, сырымыз еріп, күшті болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін сіздерге де. Және тезде дайын болады. Енді табамызға сұйық майымызды қойып, орта алауда пісіріп аламыз. Екі жағын міндетті түрде қызартып пісіріп алсаңыздар, өте керемет болып шығады. Лавашымыз қытырлап, сырымыз прям еріп, күшті болып шығады. Енді екінші жағына айналдырып қуырып аламыз. Мінеки барлығын толықтай қуырып алдық. Өте керемет болып шығады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай ерекше дәмді болып жасап көріңіздер, үйіңіздегілерді қуантыңыздар. Енді сіздерге етті пирогымды көрсетемін. Осылай әдемі болып пісіп шықты. Уақытты да үнемдейсіздер, дастархандарыңызды да әдемі болып тұрады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, рахмет.